Сәлеметсіздер ме? Мен Сейткалиева Мейрамгүл Жақсылықовна Балқаш қаласы Абай атындағы нөмір 2 мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Менің үздік педагог 2024 конкурсына қатысудағы басты мақсатым жаңа тәжірибе жинақтау, кәсіби біліктілігімді жоғарылату және өзімді жаңа қырымнан көрсету. Балалармен жұмыс жасау бұл өте үлкен бақыт. Тек балалар ғана шынайы жақсы көре біледі және риясыз сүйеді. Олар өздерінің махаббаттары арқылы ұстазға шабыт беріп, қанат бітіреді. Менің ұстаз болудағы міндетім балалармен дос болу және оқушыны тұлға ретінде әр қырынан ашып көрсету. Жаңа заман талабына сай педагог білімі жаңғырып, жаңа технологиялармен бірге жұмыс жасауға лайықталып, түрлі педагогикалық әдіс-тәсілдерге бейімделіп отыруы керек. Бала біздің басты құндылығымыз, ертеңгі еліміздің тізгінін қолға ұстар азаматтарымыз. Олардың тағдыры қандай және қалай болатыны менің қолымда. Сондықтан да мен әр сабақ сайын оқушылардың терең білім алуына жағдай жасап, түрлі әдіс-тәсілдерді қолданамын. Оқушылар үшін сабақтың қызықты өтуіне ерекше назар аударып, алған білім арқылы болашағына қажетті дүниені алса екен деп тырысамын. Мен әр сабағымда оқушыларға білімнің жаңа қырларын көруге, тыңдауға, түсінуге және шешім шығаруға үйретемін. Біз бәріміз бірігіп, әр күн сайын жаңа нәрсені табуға және өзімізді шығармашылық жағынан ашуға тырысамыз. Балалармен үнемі жақсы қарым-қатынас жасау арқылы дамуына көмектесе отырып, оларды адалдыққа, қарапайымдылыққа, мейірімділікке баулимын. Көзі ашық, көкірегі ояу, ізгі ниетті ұрпақ тәрбиелеудегі негізгі құрал балалардың кітап оқуы. Оқушылардың кітап оқуға деген қызығушылықтарын арттыру үшін жаңа әдістерді, жобаларды, сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдастырамын. Оқушылармен бірге 20 минуттық кітап оқуды жүйелі жүргізіп, олардың кітапханаларға баруына ықпалымды тигізе алдым. Мектепте өткізілетін кітап жарнасы іс-шарасында да белгілі бір көркем шығарманы жарнамалауды дәстүрге айналдырған. Оқушыларым бірнеше шығармаларға театрландырылған қойылым көрсетіп, өнер әлемінің құпия сырларына үңіле отырып, актерлық шеберліктерін шыңдай білді. Осындай жұмыстардың нәтижесінде шәкірттерім қалалық, облыстық байқауларда жүлделі орындарға ие болды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Абайды терең тануға баса мән бергені үшін. Абайды тану адамның өзін-өзі тануы. Адамның өзін-өзі тануы және үнемі дамып отыруы, ғылымға, білімге басымдық беруі кемелдіктің көрінісі. Интеллектуалды ұлт дегеніміз де осы. Осыған орай Абай сөзі ұрпақтың бағыт алатын темір қазығына айналуы қажет деген болатын. Абайдың сарқылмас қазынасын ұрпақ санасында жаңғырту мақсатында мектеп-лицейімізде Абай руханияттың алтын қазығы жобасы жүргізіліп, жоба аясында Абайды дәріптеу, оның қайнар бұлағынан нәр алу жалғасын тауып келеді. Әр адам күн, сіз тек жарқырауға мүмкіндік беріңіз деп Сократ айтқандай, әр оқушының бойында қабілет, дарын бар. Соны ашуға, көрсетуге мүмкіндік жасау үшін оқушыларды ғылыми жұмыстарға, шығармашылық байқауларға, пәндік олимпиадаларға, сонымен қоса мектепшілік, қалалық іс-шараларға қатыстыра отырып, баланың құлшынысын арттыруды, талпындыруды көздеймін. Таудай талабы мен қабілеті бар баламен жұмыс аса сақтық пен ептілікті, еңбекқорлықты қажет етеді. Сондықтан да тынбай еңбек етуімнің арқасында оқушыларым үнемі жүлделі орындарға ие болып, жақсы нәтижелер көрсетуде.